Мгм. Көрініп тұр ма? Қазір. Бүгінгі бізде тақырып имам әлібеков, яғни 1885 1937 жылдар аралығында өмір сүрген алаш қайраткері, ағартушы, публицист. Имам әлібекұлы кім? Имам әлібекұлы 1885 жылы дүниеге келген алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, ағартушы, публицист және қоғам қайраткері. Ол қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы өңірінде Бесоба ауылында дүниеге келген. Жастайынан білімге құштар болып, ауыл молдасынан сауат ашқан, кейін мұғалімдік қызмет атқарып, қазақ балаларының білім алуына ерекше көңіл бөлді. 19 ғасырдың басында ұлт зиялыларының қатарына қосылып, қазақ қоғамындағы саяси және мәдени өзгерістерге белсене араласты. 1917 жылы ұлттық жаңғыру кезеңінде алаш қозғалысын қолдап, алашорда үкіметінің жұмысына қатысты. Сонымен қатар Семей қаласында жарық көрген Сарыарқа газетінің редакторы болып қызмет атқарып, ел тәуелсіздігі мен ұлттық бірлік мәселелерін көтерген мақалалар жариялады. Кеңестік саяси қуғын-сүргін жылдарында халық жауы деген айып тағылып, 1937 жылы атылды. Кейін ақталып есімі халқына қайта оралды. Шыққан тегін мен шежіресі. Қазір сурет көрінбей қалды. Мына жерде сурет бар еді. Мен саған айттым соны жаңа Даниялға ма біреуге жіберші деп. Қазір болмаса WhatsApp-қа жіберсем бола ма? Шежіре ана жерде болады. көрініп тұр қысқа қарағанда. Қазір. Жүк көрініс. Мгм. Қазір. Бағана өзі көрініп тұрған еді. Негізі полный экранный режимге болсаңыз мүмкін ашылатын шығар. Бұл экранда көрінбей тұр ғой. М, Қазір. Жібердіңіз бе? Иә. Сізге организаторды берейін ба? Қазір былай ашатын шығар. Көрініп тұр ма? Көрінді. Иә. Мгм. көрініп тұр. Қазір. Жабайық. Иә, көрінді. Келесі слайд істейсіз ғой. Шежіремен қосыңыз 3-ші слайдқа. Шыққан тегі мен шежіресі. Имам әлібекұлы арғын тайпасының қуандық руынан шыққан. Қазақ халқының дәстүрінде шежіре ұрпақ сабақтасын сақтап, ата-баба тарихын кейінгі буынға құрау болып табылады. Имам әлібекұлының ата тегі төмендегідей жалғасады. Орта жүз, одан арғын, мейірім сопы, қуандық, алтай, шойын, саңай, алдаберген, құрманқұл, келдәулет, кейбір деректерде ит болды деп келеді. Шалдыбай, Жаныс, Ермаған, Бақтыбай, Әлімбек және де имам әлібекұлы, азан шақырып аты имам Мағзұм. Имам әлібекұлының ұрпақтары бүгінгі күнге дейін ата-баба мұрасын зерттеп, тарихи деректер жинақтап келді. Оның өмірі мен қызметі туралы мәліметтер ұрпақтардың еңбегі арқылы сақталып, кейінгі буынға насихатталуда. Бұл дереккөз отбасылық шежіре және тумалас кезет деректерінде алынды. Имам әлібекұлының өзінің екі ұлы болады, Мейрам және Өркен. Өркеннен екі ұл тарайды, Асқар және Оралбек. Асқардан Олжас пен Нұрсұлтан атты ұлдар тарайды. Келесі бетке ауыстырасыз ба? Білімі. Жалпы имам әлібекұлының қоғамдық саяси өміріне қатысты бір деректе оның Қарқаралыдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебін бітірген соң Семей мұғалімдер семинариясында Әбікей Сәтпаевпен бірге оқып, кейін оны сонда оқытушы қызмет жасағаны сөз болды.
ұлт зиялысы әбікей сәтбаев 1926 жылы 20 мамырда өз қолымен толтырған автобиографиясында 1907 жылы семей мұғалімдер семинариясын бітірдім деп жазады. Яғни бірінші суретте бұл семей мұғалімдер семинариясы, ал екінші бұл Қарқаралыдағы екі сыныптық орыс қазақ мектебі, ал үшінші суретте бұл әбікей сәтбаев, яғни қаныш сәтбаевтың ағасы. Қоғам қайраткері ретінде қалыптасуы. Бұл суретте де Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Имам Әлібек және де Әбікей Сәтбаев бейнеленген. Жалпы Имам Әлібековтің ағартушылық қоғамдық саяси қызметі туралы деректер негізінен оның алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаев, Әбікей Сәтбаевтармен етене жақын таныс, сырғалы дос, қызметтес болған жылдары қамтитынын айғақтайды. Бұл арада алдымен ахаң мен иманның арасында педагогикалық шығармашылық байланысы және олардың жеке отбасылық өміріндегі ұқсас жайды айта кеткен жөн бе деп санаймын. Біріншіден, Имам Әлібековтің Семей мұғалімдер семинариясын Әбікей Сәтбаевпен қатар оқып бітіріп, одан Ахмет Байтұрсынов пен Қарқаралы мектептерінде бірге қызмет атқарады. Осы уақытта ол ахаңнан тәлім алып, өзінің шығармашылық қабілетін ұштағанға ұқсайды. Екіншіден, жеке отбасылық ұқсастар жайында айтар болсақ, сол кездегі патшалық Ресейдің Мәскеу, Петербург, Қазан және тағы да басқа университеттерін бітірген қазақ оқығандарының көбіне жұбайлары орыс не татар, ноғай, башқұрт ұлтынан болып келетін. Тіпті алаш көсемдері Әлихан мен Ахметтің әйелдері де орыс қыздар болатын. Мысалы, академик Рабиға Сыздықованың Ахмет Байтұрсынов туралы монографиялық зерттеу еңбегінде көп ұзамай Ахмет Байтұрсынұлы омбыдан Қарқаралыға келіп, әуелі 2 класстық орыс қазақ мектебінде, кейін училищеде сабақ береді. Самодержавиеге қарсы пікірлер білдіріп, іс-әрекеттер жүргізіп отыр деген айыппен ұсталып, 1907 жылы Қарқаралы түрмесінде біраз отырып шығады. 1909 жылы 1 маусымда Ахмет Байтұрсыновты Семей губернаторы Троицкидің жарығымен тағы да тұтқынға алып, әуелі Қарқаралы түрмесіне, кейін Семей түрмесіне қамайды. Ахмет Байтұрсыновтың жұбайы Александра атты орыс әйелі ешкім жоқ, пәтерде жүрген жетім қыз болатын. Тіпті фамилиясы да белгісіз еді. Ахмет түрмеде жатқанда тамақтасып, кір қолын жуып, оған қызмет көрсетеді. Ар-ұяты адамгершілігі зор азамат мұндай қайырымдылықты, адал көңілді аттап кетуді арсынап, түрмеден шыққан соң сол жетім қызға үйленеді. Ол кездегі өзге діндегі әйелмен мұсылманның некесін қиғызу іс болғандықтан Александраға Бадрисафа деген мұсылманша ат беріп, татар қызы еді деп, татар қызы болған деп жазады. Ал енді имамның нағашысы Махат Рахманұлы ахаңның имам деген досы болған мақаласында осы жылдары Имам Әлібеков те Варвара есімді орыс қызына үйленіп, мұсылманша атын Бәтима деп қойып, Семейдегі Ахмет Риза мешітінде некесін қидырған айтады. Келесі бет. Слайдты келесі қарай аудару керек. Ахмет Байтұрсынұлымен қарым-қатынасы. Ахаң мен имам Қарқаралыдан кейін де арадағы достық байланысын үзбеген. Олай болатыны Әлихан Бөкейхановтың араласуымен Ахмет Байтұрсынов 1909 жылы Семей түрмесіндегі 8 айға созылған тас қамақтан босап, Орынборға саяси жер аударылады. 1913 жылда сонда Қазақ газетін шығара бастайды. Өз кезегінде имам да баспасөз жұмысына қызу араласып, жәрдемін жасайды. 1917 жылы ақпан төңкерісін Орынборда ахаңмен бірге қарсы алады. Содан 2 және 8 сәуір аралығында Орынборда өткен Торғай қазақтары съезіне қатысып, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Сейдәзім Қадырбаев, Ғұмар Есенғұлов, Есен Тұрдымұхамедов, Керей Тұрмовтармен бірге жалпы қазақ съезін шақыру жөніндегі айрықша бюроның құрамына сайланады. Ал қазақ халқының тұңғыш съезі мақаласында бұл өзі қазақтың қол астына кіргеннен бері зор қалыпта құралған тұңғыш съез еді деп оның саяси маңызын атап жазады. Сарыарқа газетінің редакторы. Бақдәулет былай істейік. Сен слайдтың бәрінің қолында бар қазір. WhatsApp-тан бәрі көре алады. Бәрі оқи алады. Сен қысқа нұсқа қай бетте, мына бетте, мысалы, мынау туралы айтылған деп қарап қамтып айтып бере ғой. Өйткені бәріміз қазір неден қарап оқимыз. Мақұл ма? Қыса айтып кетейін онда. Иә.
Аха. Сарыарқа газетінің редакторы. 1917 жылдың соңында имам Мәлібеков Сарыарқа газетінің редакторы болып тағайындалады. Бұл басым алашқа қозғалысының негізгі ақпараттың мінберіне айналып, қазақ халқын бірлікке, білімге, тәуелсіз мемлекет құруға идеясын қолдауға үндеді. Имам Әлібек Сарыарқа газетінің редакторы болған үшін айыпталады. Тергеу материалдарында оның алаш идеяларын насихаттағаны және газет арқылы ұлттық қозғалысты қолдағаны көрсетіледі. Келесі. Алаш әскерін ұйымдастыруда қызметі. 1917 жылдың соңында имам Әлібеков Семей облысы қазақ комитетінің хатшысы ретінде алаш милициясының ұлттық әскерді құру және жасақтау жұмыстарына белсене қатысты. Ол Семейдің Заречный Свободасында кейінгі Алаш қаласы құрылған алғашқы 200 адамдық қазақ ұлттық милициясын ұйымдастыруға және қаруландыру ісіне атсалысты. Мына бірінші сурет бұл жерде Алаш әскері, және екінші сурет бұл Алаш қаласы. Имам Әлібековтің ағартушылық қызметі. Имам Әлібеков кеңестік кезеңде ағарту саласында белсенді еңбек етті. 1909-20 жылдан бастап Қарқара педагогикалық техникумында Бесоба, Милыбұлақ, Қу болысы, Ақтоғай өңірдегі мектептері Қызылжар педагогикалық техникумда мұғалім болып қызмет атқарды. Және де 1924 пен 28 жылдары аралығында соның бастамасымен Қарқара ауданының Бесоба, Қызылту, Милыбұлақ, Қу және Ақтоғай ауылдарында мектеп салу жұмыстары жүргізілді. 1935 жылдан лагерьден босап келгеннен кейін Әлімбеков туған жеріне оралып өзі салған Бесоба мектебінде мұғалім болып еңбек етті. Қосмайдан ортасындағы саяси тактика және Колчак түрмесі. 1938 жылы Семейде кеңес өкіметі орнағаннан кейін Әлімбеков Алашорданың арнайы тапсырмасымен Семей облысы кеңесінің сауда және халық ағарту комиссары қызметіне орналасты. Оның негізгі міндеті кеңес мекемелерінде қабылданған маңызды шешімдер мен құпия мәліметтерді Алашорда басшылығына жеткізу болды. Тергеу кезінде имам Әлібековтің айтқан сөзі: біз Совет комитетінде талқыланған барлық құпия мәселелерді Алаш комитетіндегі жолдастарымызға астыртын жеткізіп отырдық делінген. Имам Әлібековтің отбасы. Болжам бойынша суретте Имам Әлібеков пен оның отбасы бейнеленген. Сол жақтағы қазақ әйелі Ғатипа болуы ықтимал. Алдың қатарда балалар Мейрам және Өркен болуы мүмкін. Артқы жақта бозбаланың нақты кім екені әзірге анықталмаған. Оралбек Әлімбековтің естелігі. Имам Әлібековтің немересі Оралбектің айтуынша, атасы тұтқындалған кезде әжесі Бәтима, яғни Варвара 8 айлық жүкті болған, яғни Оралбекке. Отбасы қуғын сүргіннен қауіптеніп, балаларын қорғау үшін туған ауылынан басқа жаққа көшірілген. Оның айтуынша, Қазақстанда ұзақ уақыт бойы имам Әлібековтің есімі тарихта лайықты бағаланбай келді. Тәуелсіздік алғаннан кейін ғана оның алғаш қайраткер ретіндегі қызметі қайта зерттеле бастады. Ғатипа Әлімбекованың күйеуін ақтау туралы өтініші. 1908 жылы 24 тамызда имам Әлібековтің жұбайы Ғатипа Әлімбекова ОГПУ уәкіліне өтініш жазады. Яғни ол күйеуінің қамауға алынғанын, бірақ қандай айып тағылғанын білмейтін еді. Өтініште имамның отбасында жалғыз асыраушысы болғаны, оның қарауында 6 адам қалғаны көрсетіледі. Күйеуі ұсталғаннан кейін отбасының ауыр жағдайда түскенін айтып, оның еңбекақысы мен балаға тиесілі жәрдемақы беруін сұрайды. Имам Әлібековтің тарихи мұрасы. Тәуелсіздік жылдарынан кейін имам Әлібековтің есімі ғылыми айналымға қайта орала бастады. Орталық Қазақстан газетінде жарияланған Алаштың аты аталмай жүрген қайраткері мақаласында оның Алаш қозғалысына орны, Сарыарқа газетіндегі қызметі, Алаш әскерін ұйымдастыруда қосқан үлесі және қуғын сүргінге ұшырағаны тағдыры кеңінен баяндалады. Мақалада имам Әлібековтің ұзақ уақыт әділ бағаланбай келген тарихи тұлға екені көрсетілген. Имам Әлібеков туралы зерттеулер. Трагедия редакторы газеты Сарыарка. Индустриальный Караганды 1999. Мақаласында имам Әлібековтің Сарыарка газетінің редактор ретінде қызметі, Алашордадағы саяси қызметі, Семейдегі астыртын жұмысы және қуғын сүргін жылдарындағы тағдыры архив құжаттары негізінде баяндалады. Почему бабушка никогда не рассказывала про дедушку? Бұл 2005 жылы шыққан мақала. Оның мақалада ұрпақтардың естеліктері беріліп, жары Бәтиманың, яғни Варвараның отбасы үшін көрген қиындықтары баяндалады. Имам Әлібековтің архивтік материалдар негізінде жасалған көркем бейнесі. Бұл иллюстрация «Взгляд на события» газетінде 2005 жылы жарияланған. Имам Әлібековтің мұрасын ұлықтау. Имам Әлібековтің былтыр 140 жылдық мерейтойы аясында Қарағанды облысы Қарқара ауданында Бесоба мектебінде алаш қайраткеріне арналған музей бұрышы ашылды. Бұл музей ашылуына
ұлы Асқар Әлімбеков демеушілік жасап, және де оның Әлімбековтің мұрасын жинақтау ісін Гүлнар Бұхарбаев пен Дана Мейрамқызы көп жылдар бойы еңбегін сіңірді. Максим Горкийдің аша түсуі 1938 жылы имам Әлімбеков тұтқындалып Беломор балықтық еңбек пен түзеу лагеріне жіберіледі. Лагерде ауыр жағдайда болған кезде оның жары Батима Мәскеуге барып, белгілі жазушы Максим Горкийдің жұбайы Екатерина Пешковадан көмек сұрайды. Алайда Пешкова саяси тұтқындарға көмек көрсетуге айналысқан қоғам қайраткері болған. Оның араласуымен Максим Горкийдің имам Әлібековтің ісіне назар аударып, нәтижесінде ол Беломор балықтық лагерінен босатылады. Алайда бұл ұзаққа созылмады. 1937 жылы имам қайтадан тұтқындалып, 38 жылы ату жазасына кесілді. Қарабақ лагеріне жіберілуі 1938 жылы имам Әлібеков тұтқындалғаннан кейін 33 жылы 23 қаңтарда Огупулдың көшпелі сотының шешімімен Қарабаққа, яғни Долинка этапымен жіберіледі. Бұл құжатта 33 жылы 4 тамызда тергеу анықтамасында имам Әлібековтің алашорда қайраткері болғаны, Сарыарқа газетінің редакторы болғаны және де кеңес үкіметі қарсы қызмет атқарды деген айыптармен жазылады. Келесі. Имам Әлібековтің атылуы 1937 жылы 14 қыркүйекте Қарағанды облысы НКВД үштігі имам Әлібековті контрреволюциялық ұлтшыл ұйымға қатысты деген жалған айыппен ату жазасына кесті. 1937 жылы 15 қыркүйекте үкім орындалып, имам Әлібеков атылды. Ол сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Орынды имам Әлібеков алаш қозғалысының белсенді қайраткері, ағартушы, ұстаз және қоғам қайраткері. Ол қазақ халқының тәуелсіздігі мен ұлттық мүддесі жолында еңбек етіп, Сарыарқа газетінің редакторы ретінде елді бірлікке, білімге және азаттыққа үндеді. Бүгінде имам Әлібековтің есімі қайта жаңғырып, оның өмірі мен қызметі зерттелуде. Ұрпақтары оның мұрасын сақтап, музей ашып, тарихи деректер жинап келеді. Имам Әлібековтің өмір жолы елге адал қызмет етудің, білім мен еркіндік үшін күресінің жарқын үлгісі. Жақсы, Али, рахмет. Қарап шықтық. Дұрыс, жақсы дайындалғансың. Сен 10-шы сынып оқушысың ғой, иә? Иә, 9 бітіріп 10-ға көштім. 10-шы сыныптың оқушысы үшін бұл үлкен жетістік. Осындай үлкен нәрсені жинақтап, қарап, дайындап шығу. Әрине, Әлимен салыстырғанда Әли ол университетте реферат дайындап үйренген адам. Университетте ол сөйлеп жүр. Сенің дайындығыңа қарағанда, сен оқушының деңгейінде жақсы жасап шықтың. Әрине, бұл жерде хронология деген өмір жолы, жаңа Әлидің слайды сияқты болу керек. Отбасы туралы айттың ба? Ең соңында сен жаңағы музей ұрпақтар ашылғаннан кейін қайтадан оның қуғын-сүргіні атылғандығы туралы ақпараттар беріп отырсың. Бәрі хронологиямен жүру керек. Ол музей ашылған бәрі ол атылып кеткеннен кейін болатын нәрселер. Ең соңында сол туралы нәрселермен аяқтауың керек. Жарайды. Өте жақсы тыңғылық дайындалғансың. Енді сенің мақсатың не? Толық кітап жазып шығу имам Әлібекұлы жөнінде. Кеше бір мақаладан мен осы жаңағы ұрпақтарын, яғни немерелерін Гүлдана Сапарованың номерін жаңағы сізден алып берген Даниял аға жазған едім, бірақ жауап бермеді. Ол кісіде жаңағы Мағжан Жұмабаевтармен жұмыс жасағаны және де яғни түпнұсқа құжаттары бар екен. Жақсы, менде түпнұсқа құжаттары бар, оны біз береміз саған. Мәселе, мен сенің міндетіңді кітап жазу дедім, жақсы. Енді былай істейсің. Жаңағы Беломор каналға қатысты ақпаратты көрсеттің ғой. Сол Беломор каналға қатысты ақпаратты көрсеткен жерде интернетке жазсаң да, кітаптан іздесең де Беломор канал түрмесінің суреттері бар. Соларды қамти отырып, Беломор канал қашан қалыптасты, неле қалыптасты, кімдер болды. Беломор каналда Мағжан Жұмабай болған мысалға. Соның бәрін анықтап жасап дайындауға болады. Әр тақырыпты зерттеуден кейін жазып отыр. Әнес Сарай деген жазушы болған, соның 5 мейрам деген кітабы бар. Сол 5 мейрам деген кітабының ішінде жаңағы мейрам сопының ережесі бар. Мейірім емес, жаңа мейрам сопы, сен шежіреде мейірім деп қойғансың, мейірім емес, мейрам сопы негізінде.
Мгм. Соны дұрыстап қара, шежіресінен қара, ол әулеттен кімдер шықты, ата бабалары би болған бұл кісінің. Солардың Иә. әрқайсысы туралы жазып дайындап шығатын болсаң үлкен еңбек болады. Шымкенттің тумасы Қарағандының тумасын зерттеп жатыр деген де үлкен жақсы нәрсе негізінде. Сондықтан саған сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Мгм. Жақсы. Рахмет. Ал Даниэл, қандай сұрағың бар, ұсынысың бар, баста. Тамаша, керемет. Маған зерттеу ұнады. Сұрағым, имам әлімбековтің сол сарыарқа газетіндегі мақалаларын көрдің бе, ашып? Мысалы, ол сарыарқа газеті кирилл жазуына аударылып, қазір казнепте бар, қателеспесем. Ішінде қанша мақала жазды, немесе ол қандай сандарына жалпы редактор болды, соны қарадың ба? Сол сарыарқа жаңағы кітапты басып шыққан таба алмадым өкінішке орай. Жақсы. Мгм. Так, сосын Назерке. Мен бір нәрсе сұрайын, жары туралы айтылған бөлікті түсінбей қалдым мен. Bir жерде Батима, Ғатипа, сонда екі кісі ма, әлде қалай? Соны Жарайды. алдағы уақытта зерттейміз, бірақ жаңағыдай екі түрлі дерекпен келген варвара болған орыс қызы, оның кейін жаңа мұсылманша неке қиған кезде бәтима деп есімін өзгертеді, бірақ кейбір деректерде ғатипа деп жазылады. Мгм. Мгм. Жақсы. Нұргүл. Мен де былай айтқанда өзімнің жұмысына қатысты емес, біріншіден мен алғыс білдіргім келеді, себебі бұл да көптеген еңбек пен зерттеудің арқасы екенін, және де ұзақ зерттеу екенін көрсетеді. Сол үшін де рахмет. Енді менің бір сұрағым бар. Кітап жазудан басқа және де айтылатын болашақта ұсынылып жатқан нәрседен басқа, осы тұлғаны көпшілікке таныту үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек біздей жас ұрпақтарға? Көптеген мақала жазып, жаңағыдай осы тұлға туралы көптеген рилстар шығарып, жаңа Инстаграм желісі, тиктоктарға өте кеңінен насихаттау керек деп ойлаймын. Мгм. Жақсы. Әли. Микрофоныңды қос, Әли. Иә, Бағдәулет, рахмет. Шынымен 10-шы сынып үшін бұл үлкен іс деп ойлаймын. Рахмет сенің баяндамаңа. Жалпы манағыдай сұрақ, бұл кісіге қандай да бір көшелер, мектептер бар ма? Өкінішке орай бұл кісіге ешқандай бағанағыдай мектеп, көше атауын ештеңе берілмеген, бірақ жаңағыдай өзінің туған жерінде Бесоба мектебінде жаңа музей бұрышы ашылған. Ал ана толық шежіре қайдан алынған сонда? Толық шежіре мен жаңа интернетте онлайн шежіре бойынша таптым, яғни кейбір деректерді жаңағыдай ақтарып, соның аталарын жаңағыдай әр жерден бір тауып, сонымен сол бойынша жаңағыдай басып көрдім. Бар оны шежіре интернетте болған онлайн. Иә, иә, иә. Сол бойынша таптым. Сосын жаңағыдай Рахмет. ағаш қылып құрастырдым. Иә, мен өзімдікін таба алмағасын сұрап жатқаным ғой, рахмет. Оны былай істейсің, кім? Әли. Бошай Кітапбаев деген кісі болған, жазып ал. Бошай Кітапбаев Найман шежіресі деген бар. Сол Бошай Кітапбаевтың Найман шежіресін қарайсың, сол жерде осы кімнің кітабы шежіресі бар. Күдериннің, Жұмаханның. Сол арқылы анықтап қарап, Әли сияқты құрастырасың, Бағдәулет сияқты. Мен Бағдәулеттің баны құрастырған, бұл жасанды интеллектпен жасағасың, иә? Жаңағыдай аталарын жазып, кейін ChatGPT-ге салғам ғой. Содан қатты жасап кеткенін мен берді. байқадым, иә, соның несін. Жалпы ізденісің дұрыс, жасағаның дұрыс, жақсы. Енді мынандай нәрсе. Қазақстанда бұл Даниэл саған да қатысты нәрсе, тыңдап отыр. Қазақстанда тарихи тұлғалардың атына мектеп беру, көше атын алып беру үлкен проблема. Оларға бірден бере салмайды. Қазір 100 тұлғаның тізімі бар республика бойынша. Соның құрамында болу керек. Ал оның құрамында болмаса, бұл тұлғаларға ешқашан берілмейді. Яғни сіздер сол тұлғаңыздың рас тарихи мықты тұлға болған, еңбек еткен, халқына қызмет еткенін дәлелдейсіздер. Яғни лайықты тұлға деп министрлікке ол туралы ақпараттар жіберулеріңіз керек. Оған дейін ол газет, журналда, интернетте, әлеуметтік желілерде, телеарналарда таныстырылып, халыққа насихатталып, кітабы шығу керек. Сендер
осы кітапты әрқайсыларың, мысалға Әли Жұмахан туралы дайындап шықса, Бағдәулет имам туралы дайындап шығатын болса, бір тұлғаны тірілтіп бүгінгі алып келесіңдер, үлкен еңбек істейсіңдер. Әрине оның атында бүгін Жұмаханды былайғы жұрт білеміз деп отыра береміз, бірақ ол білгенге саналмайды. Оны сендер 100 тұлғаның қатарына кіргізулерің керек. Сонда ғана ол тұлға адам санатына қосылды деп есептеледі. Сондықтан сендер осы жұмысты аяғына жеткізбей қоймаңдар. Әлихан Бөкейхан айтатын сөз бар еді ғой, ол тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп. Сол сияқты тірі болсам осы тақырыпты аяқтап жетер жеріне жеткізбей қоймаймын деп өздерің аманаттап жүктеп алып алыңдар. Бұл үлкен парызды нәрсе. Сол. Енді Нұргүл, Назерке тыңдадыңдар. Келесі жолы сендер қатысасыңдар. Және бүгінгі сабаққа қатыса алмаған Даниял бар, Ерке Бұлан бар, Шұғыла бар. Сендер де тура осы Бағдәулет пен Әли сияқты сөйлеп айтуларың керек. Тақырыптарыңды жақсы қылып дайындаңдар. Тұлғаны ашыңдар, зерттеңдер, қараңдар, ізденіс жасаңдар, толыққанды ақпарат жасап дайындауға болады. Бүгін біз көпшіліктің талқысының шешімінен кейін Әли мен Бағдәулеттің жұмысын қабылдап, кітап жазуға рұқсат береміз. Екеуің осы тақырыпта кітаптарыңды дайындап, жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер, және Алаштың ақ жолы байқауына ұсынуларыңа болады деген шешім шығарамын. Бүгінгі өздеріңнің достарыңның, әріптес замандастарының лекциясына қатысқандарыңа ризашылықтарымды білдіремін. Бұл да бір пайдалы нәрсе болды деп ойлаймын. Осылай көпшіліктің алдында сөйлеуді үйренесіңдер. Осылай ғылыми жұмысты қорғауды үйренесіңдер. Сондықтан бұл өздеріңнің үлкен тәжірибе, тағылым мектебі деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер. Енді келесі біздің конференциямыз қашан? Бұйырса 15 шілде күні, қалғанын бәрі қорғайды. Қалғаны бәрі болғанда бір күнге 2 адамнан қояйық. Жақсы. 15 шілдеде. 15 шілде қай күнге келіп тұр? Қазір сәрсенбі күнге. Сәрсенбі екен. Былай істейік. Демалысқа қойсақ болады, иә? Сенбі, жексенбі күндеріне қояйық. Иә. Сол дұрыс сияқты, сенбі, жексенбі күндеріне қояйық. 18 күні түстен кейінгіге 2 адамды қой, қалған 2-ін неге қоясың? Жексенбі 19-на қой. Уақыттар болады. Сондықтан енді Әли, Бағдәулет, сендерге де Нұргүл мен Назерке қатысты. Сендер де Нұргүл мен Назеркенің пресс-конференциясына қатысып, оларға сұрақ қойып, жұмысын талдап, бағалап отырыңдар. Түсінікті ғой? Жақсы. Онда бүгін мен осымен Zoom-да аяқтаймыз. Осының бәрін сақтап, жүктеп қойыңдар. Сәттілік тілеймін, демалыстарың жақсы өтсін. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар, рахмет көп барлық жағыңызға. Жақсы сау болыңыздар.